Мемлекеттер өз егемендігін қорғау үшін соңғы үлгідегі қару-жараққа $100 миллиард шашады. Бірақ қызық парадокс. Дәл осы сатып алу оларды мәңгілікке тәуелді етеді. Америкалық әскери Vendor Lock-in дәуіріне қош келдіңіздер. Әлемдік нарықтың 42%-ын уысында ұстаған Америка тұтас мемлекеттерді қару-жарақ жазылымына қалай жіпсіз байлап отыр. Жер-көкке сыйғызбай мақтайтын F-35 иелері неліктен жыл сайын әр ұшақ үшін штаттарға тағы $5-7 миллион санап беруге мәжбүр. Ресейдің С-400 кешеніне $2,5 миллиард шығындаған Түркия оны неліктен қоймада шаң бастырып қойды. Ең бастысы, осындай құлдық қамытқа қарамастан, егемен елдер неге америкалық суперқару үшін ондаған жылдар бойы кезекке тұруға дайын? Бүгін біз әлемдік қару-жарақ экспортының ең циникалық, шынайы астарын ашамыз. Шайларыңызды дайындап, ыңғайланып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Американың мемлекеттік департаментінің ресми мәліметіне сенсек, тек 2025 жылдың өзінде Америка шетелге $331 миллиард қаруын сатыпты. Бұл тарихи рекорд. Бүгінде Америка әлемдік қару экспортының 42%-ын жалғыз өзі бақылап отыр. Бұл Ресей, Франция, Қытай және Германияның жиынтық көрсеткішінен де көп. Сыртынан қарағанда бәрі оңай сияқты. Олар мықты ұшақтар жасайды, ал басқалар оны сатып алады. Бірақ олай емес. Америкалық әскери өнеркәсіптік кешен баяғыдағы жазылым моделіне көшкен. Бұл жерде жойғыш ұшақ провайдер тегін бере салатын Wi-Fi роутер сияқты дүние. Ал апдейтпен техникалық қызмет көрсету үшін төленетін нағыз көп миллиондық абоненттік ақы ондаған жылдар бойы мемлекеттік бюджетті сорып отырады. Эволюцияны қараңыз. 70-ші жылдардағы F-4 жойғыш ұшағында софт бағасы ұшақ құнының небары 8%-ын құраған. F-16-да бұл көрсеткіш 45%-ға жетті. Ал су жаңа F-35-те кодтың құны ұшақ бағасының жартысынан асып кетті. Бұл темір құстың ішінде 8 миллион жол код бар. Тағы 24 миллионы жердегі жүйелерде. Жойғыш ұшаққа мұншама IT толтырма не үшін керек? Біз Голливуд фильмдеріндегі әуе шайқастарына үйреніп қалғамыз. Маңдайынан тері сорғалаған ұшқыш шұғыл бұрылыстар жасап, бұлт арасынан жауды іздейді де шүріппені өзі басады. Бұрын шайқас нәтижесі шынымен 90% ұшқышқа байланысты еді. Бұл романтиканы ұмытыңыз. 5-ші буында бәрі теріс айналды. Заманауи шайқас бұл 10% ұшқыш және 90% софт. Экранға қараңыз. Міне, дәл қазір алгоритмдер адамның орнына не істеп жатқанын көрсететін нақты кесте. Бүгінде ұшқыш тіпті ұшу физикасын тікелей басқармайды. Ол тек джойстикті бұрып, компьютерге мен ана жаққа ұшқым келеді деген белгі береді. Болды. Әр қарай софт миллисекунд ішінде желді, аэродинамиканы, бомбалардың салмағын есептеп шығады. Техника шамадан тыс күштен быт-шыт болмау үшін жабындарды қалай бұру керектігін өзі шешеді. Ескі мөлшердегі ұшқыш қандай асқан шебер болса да, бұл ұшатын суперкомпьютерді жеңе алмайды. Міне, сондықтан егемен елдер осы цифрлық киборг үшін жылдап кезекке тұруға дайын. Сұраныстың алапаттығы сондай. Lockheed Martin'нің Техастағы бас зауыты жылына шамамен 150 ұшақ шығарып, күні-түні тынбай жұмыс істеп жатыр. Соның өзінде тапсырыс қоржыны 3500-ден асып кетті. Егер F-35-ке бүгін тапсырыс берсеңіз, жолыңыз болып жатса, оны 2030 жылдардың соңына қарай бір аласыз. Егер жаңалықтардан сіздің еліңіз су жаңа F-35-тің әр данасын $80 миллион мақтанышпен сатып алғанын айтса, және сіз осымен шығын бітті деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Сіз өз еркіңізбен тарихтағы ең қулықпен құрылған қаржылық тұзаққа басымызды соқтыңыз. Мәселе мынада, 80 миллион. Бұл тек қана базалық жиынтықтың бағасы. Сіз фюзеляжды, қозғалтқышты және бастапқы операциялық жүйені сатып аласыз. Тек ұшақ көкке көтеріліп, стандартты зымырандарды аталу үшін қажетті дүниелер. Бұл тек кіру билеті ғана. Әр қарай әскери экономистер өте іш пыстырарлық аббревиатурамен MRO деп атайтын жүйеске қосылады. Яғни техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстары. Міне, сондықтан бұл жерде софтты жүйелі түрде жаңартып отыру. Өмір мен өлім мәселесі. Айталық, қарсылас өзінің зениттік кешендерінің жиілігін сәл өзгертті. Немесе жаңа радиоэлектронды тұншықтырғыштар орнатты. Егер америкалықтар сізге жаңа сигнатуралары бар патчты уақытында жібермесе, сіздің F-35-іңіз жаудың әуе шабуылына қарсы қорғанысына
тікелей қарап тұрса да, оны қарапайым түрде танымай қалады. Компьютер оны кәдімгі радио мұнара деп ойлап, экранда қызыл шаршымен белгілемейді. Көкке сыймай мақталған жойғыш ұшақ мүлдем соқыр болып қалады. Ұшақтың бүйіріне зымыран тигенше, ол ұшқышқа қауіп туралы ескертпейді. Сондықтан ескерген мәліметтер базасымен әскери тапсырмаға ұшу бұл іс жүзінде кері қайтпас сапар. Мен неліктен софтқа соншалықты мән беріп отырмын? Өйткені америкалық корпорациялар нағыз қисапсыз ақшаны дәл осы жерден табады. Елестетіп көріңізші, тек бір ғана F-35-тің бағдарламалық қызметі мен логистикасы сатып алушыға 5-7 миллион долларға түседі. Әр құдайдың жылы. Егер ұшақ уәде етілген 40 жыл бойы ұшатын болса, оны пайдалану үшін тағы 240 миллион доллар санап бересіз. Яғни болашақта бұл жойғыш ұшақ мемлекеттік бюджетке өзінің бастапқы бағасынан 3-4 есе қымбатқа түседі. Оларды неге өзіңіз жөндеп күтпейміз деген орынды сұрақ туады. Оны ойламаңызда. Америкалық әскери өнеркәсіптік кешен Apple-дың жабық эко-жүйесін керемет көшіріп алған. Бәрі жеткізушіге жіпсіз байланған. Сіздің түпнұсқа емес бөлшек қоюға құқығыңыз жоқ. Кодқа араласуға хақыңыз жоқ. Америкалық инженерсіз цифрлық пломбаны бұзуға әрекет жасасаңыз, бітті. Өз қолыңызбен келісім шарттың күлін көкке ұшырдыңыз. Вашингтон сізді жаһандық серверлерден бір сәтте ажыратады, ал көп миллиардтық эскадрильяңыз бірнеше айда жай ғана темір терсек үйіндісіне айналады. Тіпті сіздің супер хакерлеріңіз ғажайып жасап, жүйені бұзып көрсе де, бұл көмектеспейді. Себебі әлемде ешкімде Америка сияқты базалар, спутниктер мен тыңшы кемелер желісі жоқ. Бұл алып ақпараттық шансон сырғыш. Ол тәулік бойы планетаны сканерлеп, жат радарлардың сигналдарын ұстайды және бұл терабайттарды Пентагонға жөнелтеді. Ол жерде программистер соған қарап, жаңа патчтар құрастырады. Сондықтан сатып алушылар үшін қарғыбауда отырып, ақша төлеу тиімдірек. Әйтпесе техника соқыр болып қалады. Бірақ нағыз қаржылық сиқыр пакеттік жаңартулар басталғанда көрінеді. Іс жүзінде бұл былай болады. Вашингтоннан кураторыңыз қоңырау шалып, тыңдаңыз, біз жаңа қауіптерге қарсы жаңа прошивка шығардық. Бірақ бір мәселе бар. 5 жыл бұрынғы шағыңыздың аспаптар панелі оны көтермейді. Кабинаның жартысын бұзып, ескі экрандарды жұлып тастап, жаңа процессорлар қою керек дейді. Бағасы ма? Төк емес. Әр ұшақ үшін үстінен тағы 15-20 миллионға дейін доллар төлегіңіз келмей ме? Өз құқығыңыз. Ескі прошивкамен ұша беріңіз және қарсыласыңызда жүйесін жаңартуды ұмытып кетсін деп Құдайға сыйыныңыз. Міне, осылайша ұшақты бір-ақ рет сатып ал, егемен мемлекеттер америкалық цифрлық инеге өз еркімен отырады. Мен F-35-ті өте қымбат әрі айқын мысал болғандықтан егжей-тегжейлі талдадым. Бірақ басты нәрсені түсініңіз, бұл цифрлық ине Американың барлық дерлік жоғары технологиялық экспортында бар. Әрине, егер сіз Америкадан бронежилеттер, каскалар немесе кәдімгі М4 автоматтарының партиясын сатып алсаңыз, Құдайға шүкір, шүріппені басар алдында пайдаланушы келісімін қабылдау немесе бірінші күннің патчын жүктеу үшін окопта Wi-Fi іздеп етпейсіз. Темірдің аты темір. Бірақ әңгіме күрделі техника туралы болғанда, ақылы жазушылар клубына қош келдіңіз. Vendor lock-in бизнес моделі барлық жерде жұмыс істейді. Әйгілі HIMARS жүйелерін алайық. Сырттай қарағанда бұл жай ғана бағыттаушы түктері бар жүк көлігі, көзде де ат. Бірақ олардың таңғаларлық дәлдігі жабық софт пен америкалық спутниктерге тікелей байланысты. HIMARS нысанаға 1 метрге дейінгі дәлдікпен тию үшін жүйе шифрланған GPS координаттарын үздіксіз синхрондап отыру керек. Егер сіз техникалық қызмет ақысын төлеуді тоқтатсаңыз, немесе Вашингтон жаңа криптографиялық кілттерге қолжетімділікті жауып тастаса, миллиондаған доллар тұратын бұл ақылды зымырандар траекторияны есептей алмай, мүлдем соқыр іске алғысыз темір кесегіне айналады. Немесе аңызға айналған Patriot әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесі, бір батареясы миллиард доллардан асады. Бірақ жойғыш ұшақ сияқты, Patriot радардар да мәліметтер базасына сүйеніп жұмыс істейді. Әлемде үнемі жаңа баллистикалық және қанатты зымырандар пайда болып жатыр. Сондықтан қауіп-қатер кітапханасының жаңа бағдарламалық жаңартуын жүйелі түрде сатып алуға міндеттісіз. Техникалық қызмет көрсетуден ақша үнемдегіңіз келді ме? Америка сізге жаңа нысана профильдерін жібермей қояды. Нәтижесінде миллиард долларлық қорғаныс жүйеміз аспанға қарап тұрады, бірақ өзіне қарай ұшып келе жатқан заманауи зымыранды мүлдем танымай қалады. Сонымен F-35 бұл ерекшелік емес, бұл бұлжымас заңдылық. Америкалық әскери өнеркәсіптік кешен әлемде кез келген жоғары технологиялық темірді өзінің серверлеріне мәңгілік тәуелділігімен бірге өткізуді шебер меңгерген.
Американың одақтасы болудың ең жылдам жолы олардың экономикасына инвестиция құю. Америкалық қаруды сатып ала отырып, мемлекеттер тағы бір мақсатты көздейді. Олар Конгрестің ықыласын сатып алады. Шартты түрдегі Польша, Тайвань немесе Сауд Арабиясы Abrams танктерін немесе F-35 жойғыш ұшақтарын сатып алғанда жай ғана темір кесегін алмайды. Олар кепілдік сатып алады. Егер шынайы соғыс басталса, америкалық авианосецтер мен жаяу әскер көмекке келеді. Логика өте циникалық. Америкалық экономикаға 20 миллиард доллар. Құйыңыз, Техас немесе Огайодағы зауыттарды жұмыспен қамтамасыз етіңіз. Сонда сенаторлар сізді өз бауырындай қорғайтын болады. Бірақ бұл сақтандырудың кішкентай әріптермен жазылған жасырын шарты бар. Қорғаныс егемендігінен толық бас тарту. Келісімшартқа қол қоя отырып, сіз бәсекелестікті көтермейтін монополияның құрығына түсесіз. Оңға бір қадам, солға бір қадам бассан, жиі адинден жазалау шараларын іске қосады. Бұл механизмнің ең айқын мысалы Түркиямен болған оқиға. Анкара тек сатып алушы ғана емес, F-35-ті бірлесіп жасаушы ресми серіктес еді. Түрік зауыттары жобаға $1,5 миллиард доллар құйып, 900-ден астам маңызды бөлшектерді шығарды. Бірақ 2019 жылы Ердоған тәуелсіздік танытпақ болып, Ресейден С-400 зениттік зымырандық кешендерін сатып алды. Вашингтонның реакциясы найзағайдай тез болды. Түркияны F-35 бағдарламасынан шумен қуып шықты. Ақшасы төреніп қойған ұшақтарды бұғаттады. Және барлық келісімшарттардың күшін жойды. Бұл жерде мәселе одақтасының жай ғана өкпесінде емес. С-400 ресейлік алгоритмдермен басқарылатын ақылды жүйе. Егер F-35 пен С-400 Түркия аспанында бірге жиі жұмыс істесе, ресейлік радар жаттығулар кезінде ерте ме кеш пе жойғыш ұшақтың толық радиоэлектронды сигнатурасын түсіріп алар еді. Түптеп келгенде оның басты құпиясы стелс технологиясын бұзып ашатын еді. Бірақ Америка тек бұл осал тұсты жауып қана қойған жоқ. Олар басқаларға сабақ болсын деп Түркияны жұрт алдында шеттеткісі келді. 2024 жылы Вашингтон Анкараның аймақтағы басты бәсекелесі Грекияға 40 дана F-35 жойғыш ұшағын сатуды ресми түрде мақұлдайды. Түрік генералдары қазір бармағын тістеп отыр. Олардың ескі авиапаркі гректердің көрінбейтін ұшақтарына ештеңе қарсы қоя алмайды. Ал әлгі С-400 кешендері ақыр соңында не болды? Бүгінде 2,5 миллиард долларлық ресейлік кешендер қоймада жай ғана шаң басып жатыр. Анкара оларды іске қосуға қорқады. Сонымен қатар қазір түріктер америкалықтар ашуын басып, өздерін клубқа қайта қабылдауы және F-35-ті сату үшін бұл зымырандарды Ресейге қайтарудың немесе басқа біреуге қайта өткізудің жолын іздеп әлек. Америка бүкіл әлемге анық көрсетті. Олардың әскери эко-жүйесінде сіздің таңдау жасауға құқығыңыз жоқ. Міне, сіздерге тағы бір нақты мысал. 2021 жылы Америка мен Франция арасында үлкен дипломатиялық жанжал шықты. Австралияның Парижбен 12 суасты қайығын салу туралы 66 миллиард долларлық мықты келісім шарты бар еді. Бірақ француздардың сыртынан Вашингтон Канберраға бас тарта алмайтын ұсыныс жасады. Америка австралиялықтарға өздерінің аса құпия атомдық субмарина технологияларын және жаңа құрылған үш жақты AUKUS альянсына мүшелікті уәде етті. Тек бір ғана шарт қойылды. Франция мен келісімшартты бұзу. Француздар 66 миллиард доллардан айырылғанын теледидар жаңалықтарынан ақ білді. Парижден ашыланғаны сондай. Тарихта тұңғыш рет Америка мен Австралиядан өз елшілерін кері шақырып алды. Ал Эммануэль Макрон Австралия басшылығын өтірік айтты деп ашық айыптады. Австралия неліктен осындай үлкен беделдік шығынға бар Францияға 500 миллион доллардан астам айыппұл төледі? Себебі дәл сол. Тынық мұхитында Қытаймен текетірес күшейген тұста Австралия француз қайықтарын емес, Американың ядролық қорғанысын сатып алды. Қорытындылай келе, Американың қару экспорты бұл жаһандық бақылаудың мінсіз құралы. Алдымен сізді саяси қорғаныс үшін темір терсекті сатып алуға мәжбүрлейді. Содан кейін софт үшін миллиондаған абоненттік төлемге жіпсіз байлайды. Оңға не солға қате қадам бассаңыз, жүйені өшіре салады да, көп миллиардтық армияңызды іске алғысыз темір терсек қоймасына айналдырады. Егер бұл талдау сізге ұнаса және әлемдік экономика мен геополитиканың жасырын тетіктерін түсінгіңіз келсе, каналға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кімнің стратегиясын талдайтынымызды пікірге жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.